Sen bikin barma sen bikin. Жарайды, мыналарды тез-тез жинап тастайын да барайын. Бірақ Арланшы үйде ұйықтай беретін шығар. Жарайды, мына жақты тез-тез барып орындарына қойып келейін. Жарайды, вроде үйдің барлығы тап-таза болды. Так, енді киімімді ауыстырып алайын. Тез-тез мынаны кисем бе екен. Давайте мынаны киейін. Керемет болды. Енді астына киіп, кішкене боянып алайын. Так, және де мынаны алып. Болды, мен де тез-тез телефонымды алып барайын. Так. Мына жақты туйын. Мына жерді жуу керек екен ғой. Тез-тез жуа салайын. Так, болды, енді бұрып шыға берейін. Жарайды, Арлен, сен ұйықта. Алло, қыздар, мен шықтым. Сендер қайдасыңдар? Біз уже кетіп қалдық қой. Неге ертерек айтпайсың? Ертерек айтсаң болар еді ғой. Кетіп қалдыңдар ма? Жарайды онда. Той бір. Альбом үйде болатын болдым ғой. Жарайды, оданша сабақ оқып тастайын. Да неге киіндім? Жарайды, суын көрейін. Тұрайын. Тәте. Арлен ба? Арлен, тұрдың ба? Маған каша жасап берші. Каша? Қумашы қазір. Кеш болады ғой. Каша не істейсің? Жасап бер. Мен сабақ оқып жатырмын. Міне, қарның ашса бірдеңке жей салшы. Сок пен мороженыйыңды жеп отыр, жарай ма? Жарайды. Сосын осында отыр, ешқайда кетіп қалма. Үйді шашпа, мен жаңа ғана жинадым. Мынау жоқ, бұл да керек емес. Бұған мен согымды сақ қоям. Күшті болды. Енді мороженое салынай ма екен? Мороженое да салынады. Истік қақ қоям. Сосын мен барып ойнайын. Арттағы дауыстарға міне бермеңіздер. Так, енді барып Арлен үй жұмысынан да болдым. Енді барылып Арленге барып тамағын берейін. Тамағын берейін. Мыналардың бәрі неге шашылып жатыр? Арлен! Арлен! Мен саған айттым ғой, үйді шашпа деп. Шашып тастаған несі? Мен жаңа ғана жинап біттім. Енді қайтадан жинау керек. Әпке, жинай саласың ғой, енді мен ойнаймын. Жинай саласың ғой дейді ғой. Өзің жинайсың қазір. Так. Біз келдік, есікті ашыңдар. Біз келдік, есікті ашыңдар қане. Балалар. Неғып үйді жинамағансың? Мен саған айттым ғой. Енді мыналар ғой шашып тастаған.
жинадым, мама. Жинасаң енді осындай болып тұра ма? Сендерге бір үйді табыстауға да болмайды. Барлығын шашып одан әрі. Ужас мына жақ, ужас. Болды қызым, мұңайма, отыра қой. Енді жинап қойсаң болады ғой үйді. Бар, мен жинадым, Армен шашып тастады қайтадан. Өтірік айтпас. Ей, Арлен, неге сен өтірік айтып тұрсың? Тез мына жақты жина. Өтірікшілер өңкей. Сен неге өтірік айтасың? Сен шаштың ғой? Мен шашпадым, мен жай ғана ойнадым. Енді ойнасаң шашуың керек па? Кетіңдер шулар, вообще адам емессіңдер. Вообще бір жаныма тиіп. Енді жинадым ғой, Арлен ғой шашып тастаған. Мен жаттаймын телефонға. Кел енді бірге жинаймыз. Жарайды. Болды, ашуыңды бас. Так. Болды, үй жинадық, енді тамақ істейік. Келіңдер тамаққа. Я, міне келді. Я, бара жаттым. Енді кім болса да, енді біз қазір кім шашқанын біле алмаймыз. Сондықтан да бірақ шашқандарыңды мойындаңдар. Біз ұрыспаймыз. Ешқашан өтірік айтуға болмайды, балалар. Әпке жинады, мен шаштым. Әні, көрдің ба? Сен өтірік айтпауың керек. Жарайды, кешіріңдер. Әпке мені де кешір. Жарайды. Ал енді осындай жақсы көңіл күймен барлықтарымыз шай тамағымызды ішейік қане. Дәмді бопты. Я, өте дәмді болған. Ас болсын. Осылайша отбасы сериалы бітті, достар. Олар баянды өмір сүреді, жақсы өмір сүреді. Ал ендеше сіздерге ұнаса міндетті түрде лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Всем пока.